сияқты Жамбыл ауданы осы жерден басталады. Тамаша, Бұл елді ақындар мен батырлар елі деп таңдайды. Себебі бұл топырақта Қарасай, Сұраншы, Саурық сынды батырлар, Үмбетәлі мен Жамбыл, Есенқұл сияқты ақындар дүниеге келген. сонда қалай? Көбіңіз батыр, көбіңіз ақын? Я, дұрыс айтасыз, қазақтар шеттерінің батыр, ақын халық. Браво, бәрекелді, тамаша. Ойбай, негізі қазір Ұзынағашқа кіріп, ақындарымыздың әнін, жырын, батырларымыздың бірлігін көрсем, қалатын шығар. Дұрыс айтасыз, қазақтар шетінен батыр, ақын болып келеді. Жүріңіз, Лаура ханым, Ұзынағашқа кірейік. Нағыз қызық сонда басталады. Керемет, керемет. Міне, мына ескерткіш Жамбыл бабамызға арнап қойылған. Сіз осы бабамыздың әруағына тәу ету үшін іздеп келесіз ғой. Жерін, елін көру үшін, салт дәстүрін көру үшін келесіз. Браво, керемет, өте қызықты ақпарат. Рахмет, Айжан, рахмет сізге. Анна ханым, ой, кешіріңіз, Айжан. Ал енді мен түсінбедім. Кісінің қолындағы заты не болды? Бұл қасиетті қазақтың қара домбырасы, Лаура ханым. Бұны домбыра деп атайды. Домбыраның қалай сөйлегенін, қалай көмірлегенін қазір Рысқұлов мектебіне барып көрейік. Жүріңіз. Көмірлеген күймен танысатын. Керемет, керемет, мен қуанамын, мен қуандым, мен қуанамын. Рахмет.
Жалпы адамыздың 76 жылдығына арналған оңтүстіктің ашылу салтанатын тамашалап, мектебіміздің рәсімі осы. Қош келіпсіз Қазақстанға, жүріңіз.